Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұрыштар. Бұрыш дегеніміз бір нүктеден өтетін екі сәуленің өткен жерін бұрыш дейміз. Бір нүктеден екі сәуле өтетін фигураны бұрыш дейміз. Енді қарайық, мынаны А бұрышы. А-ның алдына бұрыштың белгісін саламыз. Сонда А бұрышы тең 50 градус. 50 градусқа бұрышты градуспен өлшейміз, градусқа тең дейміз. Егер бізге мынандай үш бұрыш берсе ше, енді А бұрышын түсінікті, А бұрышы деп айтамыз. Кейде бізде былай белгілі мүмкін. Мысалы А, С, Б бұрышы дейді. Бұл жердегі бұрыш мына С болады. С-ны С бұрышы туралы айтып тұр мына жерде. А, С, Б, яғни А, С, Б. Сонда бұл 80 градусқа тең. Егер бізге мына Б бұрышын көрсететін болса, А, Б, С ортасында тұрғаны бұрышы. Сонда 40 градус дейміз. Ал 60 градусты көрсететін болса, мысалы С, А, Б. Міндетті түріне ортасына қоямыз. Сол бұрышты белгілейді. 60 градус. Енді бізде сүйір бұрыш деген бар. Сүйір бұрыш 0 градустан 90 градустың арасын сүйір бұрыш дейміз. Олар сүйір жіңішке болып келеді. Ал бұлай тік болатын болса, 90 градустың белгісі, оны тік бұрыш дейміз. Яғни тура 90. Осы 90-нан төмен болса, 89 градус болса, бұл да бізде сүйір бұрыш болады. Өйткені 90-нан аз, 0 мен 90-ның арасында кіреді. Сонда сүйір бұрыштардың ең үлкені 89, өйткені одан кейін 90 болып кетеді, тік бұрышқа жатады. Келесі доғал бұрыш, яғни 90 градустан былай қарай өтеді. 90 градустан үлкен 180 градуспен екеуінің арасында. Мысалы 91 дейтін болса, 91 градусқа қарай өтсе де, бұл уже доғал бұрышқа жатады. Доғал бұрыштардың ең кішісі 91. Сонда 90 мен 180-ның арасы доғал бұрышқа жатады. Келесі жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыш 180 градус. Осылай жазыңқы жатқан жердің барлығы 180 градусқа тең дейміз. Бұның аты жазыңқы бұрыш. Ал егер бұлай толық есептелінетін болса, бұл 360 градусқа тең, бұны толық бұрыш дейміз. Бізде бұған қатысты жазыңқы бұрыш дегеніміз не? Жаттап аламыз 180 градус. Толық бұрыш дегеніміз не? 300 градус. 360 градус, тік болатын болса 90 градус. Мысалы бізге бұлай беріледі. Мысалы мына жағы неше градус дейтін болса, бұл жағы неше градус болады? 180 градус. Келесі беті де 180 градус. Ал бұлай бөлсе ше, мына жер қанша градус десе, мысалы тік беріп тұрса, мына жер 90 градус, келесінде 90 градус. Ал толық іші шеңбердің 360 градусқа тең. Мынандай жартыға бөлінген болса, бұлай бөлінсін, мейлі жартысы 180 градусқа тең болады.